Bir шал мен кемпір болыпты. Бірде шал жалынып, кемпір-ау, маған бауырсақ пісіріп берсеңші. неден пісірейін? ұн жоқ қой. Ей кемпір-ай, қойманың түбін қырып көрсеңші, бауырсақтық ұн табылып қалар. Кемпірі қойма түбін қырып екі уыс ұн табады да қаймаққа шылап, қамыр илеп, майға бауырсақ пісіреді. Оны терезенің алдына суытып қояды. Бауырсақ суып тұрып, бір кезде домалай жөнеледі. Домалап келіп терезе алдындағы орындықта еденге, еденнен дәлізге, дәлізден аулаға, ауладан сыртқа, одан әрі домалай береді. Жолмен зырлай жөнеледі. Бауырсақ жолда зымырап бара жатса, қарсы алдынан қоян шыға келеді. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жоқ, қоян, сен мені жеме, мен саған өлең айтып берейін, одан да соны тыңда. Әже қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған. Атайдан да қаштым, әжеден де қаштым, қоян сенен құтылу қиын емес болмаған. Бауырсақ алға қарай домалай жөнеледі. Қоян аңырап қала береді. Бауырсақ орман ішіндегі жалғыз аяқ жолмен зымырап бара жатса, қарсы алдынан қасқыр шыға келеді. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жоқ, қасқыр, сен мені жеме, мен саған өлең айтып берейін. Әжей қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған. Атайдан да қаштым, әжейден де қаштым, қояннан да сытылдым, қасқыр сенен құтылу қиын емес болмаған. Деп домалай жөнеледі. Қарсы алдынан қорбандап аю шыға келеді. Ей бауырсақ, мен сені жеймін. Жоқ, аю, сен мені жеме, мен саған өлең айтып берейін. Әжей қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған. Атайдан да қаштым, әжейден де қаштым, қояннан да сытылдым, қасқырдан да құтылдым, маймақ сенен құтылу қиын емес болмаған. Бауырсақ домалай жөнеледі. Аю оның ізіне үңіліп қала береді. Бауырсақ зымырап бара жатса, қарсы алдынан түлкі шыға келеді. Амансың ба, бауырсақ? Көргендерге ұнайды, жүзің қызыл шырайлы. Бауырсақ мақтағанға мәз болып, өлеңін айта бастайды. Түлкі болса құмарта тыңдаған боп, қыбырын білдірмей бауырымен сырғып оған жақындай береді. Әжей қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын зулаған. Атайдан да қаштым, әжейден де қаштым, қояннан да сытылдым, қасқырдан да құтылдым, маймақтан да, аюдан да сытылдым. Түлкі сенен құтылу қиын емес болмаған. Әдемі өлең екен. Айналайын-ай, қартайған шағың ғой, құлағым естімейді. Кәне, мына менің тұмсығыма шықты, өлеңіңді тағы бір шырқап жіберші.